Баршаңызға қайырлы күн. Шарлотка пирогын жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа мен шекерді ақ массаға енгенше жақсылап миксермен араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқыш салып, електен өткізіп миксерлейміз. Ерітілген сары майды қосып, миксермен араластырып аламыз. Алмаларды майдалап турап, массамен жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Дайын болған қамырды формамызға саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минут пісіріп аламыз. Біздің шарлотка пирогымыз дайын. Әсемдеу үшін қант ұнтағын пайдаландым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым.